Құрметті көрермендер, мен бүгін сіздерге халқымыздың керемет жақсы өнерінің бірі чүй орау өнерін шағын осындай гобелен ретінде мен сіздерге тоқып көрсетейін деп отырмын. Тоқыған емес, алдыменен осыны біз мына қағазға суретін үстіп жақсылап қандай да бір суретті осылай келтіріп сызып аламыз. Мен осындай жылқының суретін сыздым. Енді осыны біз мына жіптерге мынандай шыпта ағаштар болады. Міне магазиндерде шилер осылай сатылады. Осындай сатылады. Бұны табақтардың астына қоятын осындай арнаулы тоқылған шилердендегі алып, соны тарқатып алуларыңызға да болады. Енді мен сондайдан алып тарқатып алғам мынаны. Осыған пайдалану үшін, мына чүй орауға пайдалану үшін. Енді біздің ата әжелеріміз ертеде бұны үлкен 6 қанат ақ орданың сыртын шилерін, ішкі шилерін осындай сәндеп оюменен келсе, қазіргі кезде біз өзіміз заманымызға лайықтап осындай әдемі суретті іліп қоюға, сыйлыққа беруге, осындай орап үйренуімізге болады. Осыған енді осыны үйренгілеріңіз келсе, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазып отырыңыздар, ой пікірлеріңізді жазып отырыңыздар. Енді алдыменен біз мынаны суретін сызып алғаннан кейін, мына жіптерді, әртүрлі жіптер, тоқыма жіптерін иіріп даярлап аламыз. Оны иірілмеген даяры да сатылады. Енді үкіметтен мен мынаны сөгіп, соны иіріп даярлап алдым. Енді осы жіптерменен біз осыны орап бастаймыз. Бір дегенде мына түбіне мынаның шет-шетіне мен мынаның рамкасы сияқты болып тұрсын деп осындай қылып мынаны сызып алдым. Мынандай жіптерменен үстіп тоқып отырмын. Енді бұны орағанда міне бір жақ шетінен бастап мына жібімізді бір жақ үшін былай қарай келтіріп, міне мен сіздерге көрсетіп жіберейін. Ең үшінен бастап бүйтіп орай бастаймыз. Мына жіптің үші мынаның астында қалып қоюы керек. Міне бүйтіп орай отырып, біз мына жерде мына неге бүйтіп салып көріп отырамыз. Мына жерде қандай жіптен біз мына жерде мен ақ жіпке мына зер жіпті алдым. Мына жылтырақ ақ ат болып тұрады, енді секіріп тұрған. Мына жерден біз мынаны қалайда мына былай қарай келді. Міне осы астындағы мына сызып алғанымызға қарап отырып, осыны барлығын осылай орап шығамыз. Біз міне осыны мына сары жіптің оралатын жеріне дейін бүйтіп орап шықтық. Міне сары жібімізді енді мына жерге дейін сары жіп оралуы керек. Біз сары жібімізді жалғастырып ораймыз. Міне сары жібімізді жалғастырып орағанда мына жіптің үшін кішкене былай қарай салып жібереміз ортасына. Ал мына жібімізді былай қарай қойып отырамыз. Өйткені бұл жібіміз бізге тағы да керек болып қалады. Керек болмайтын жерде мына астындағы бедерімізге сәйкес мына жерден жасыл басталады. Онда мына жібімізді астына кіргізіп орап кеп үзіп тастаймыз. Осылай мына жіптің үші қатты нығыз бекітілуі керек бұған. Бейтіп. Нығыз осылай бекітіп аламыздағы. Біз мына қызыл жібімізді, мына күрең жіпті былай кесіп тастаймыз. Қызыл жіпті. Енді біз мына жерден жасыл жіппенен бастап кетеміз. Міне жерден біз міне бүйтіп келгенде мына біз бедерімізге қарап отыруымыз керек. Мына бедерімізге қарап отырып, міне былай қарай былай бүйтіп қиғаштап кетіп отырады. Міне жерге бір аттың аяғына дейін біз жасыл жіпті орауымыз керек. Сонымен жасыл жіпті бастаймын енді мына жерден. Мына сары жіпімізді мына жерден ұзындау қылып қиып қоямыз. Осылай біз жіптерімізді осылай ретіменен үстіп мынаны орап отырамыз. Міне енді мына жерге аттың аяғына дейінгі жерлерді мына жасыл жіппен орап келдік. Енді сіздер шатасып кетпеу үшін мынаны осылай сарыны сары жіппенен, сары бояуменен бояп алуларыңызға да болады. Әртүрлі, мысалы жасылменен суреттеріңізді әдемілеп бояп алып, сол суретке сәйкес жіптеріңізді даярлап аласыздар. Енді осыны енді мына орауын түсінді деп ойлаймын сіздер. Енді тоқымасын мен келесі сабақта тоқығанын көрсетемін. Өйткені кейбір адамдар бұны енді қалай тоқтататынын бәрі міне жеке-жеке ши біз орап алдық. Міне жеке-жеке шиді қалай тоқтатады деп отырған болар. Енді мен осыны сіздерге келесі сабақта тоқуын көрсетемін. Сондықтан менімен бірге болыңыздар.